Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2018 жылы жарық көрген «Күн күркіреген кезде» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Ауа райы бұзылып, күн күркіреп жатқанда Нико атты балақай камерасын теледидарға қосып, өлең айтып отқанын видеоға түсіреді. Сол кезде анасы жаймен кіріп, оған жұмысқа кетіп жатырмын деп ескертіп кетеді. Нико видеосын ары қарай жалғастырмақ болғанда, айқайласып жатқандардың дауысын естіп, терезеден қараса, әйелді ұрып жатады. Көршісінің үйіне жаймен кеп, есіктен кіреді. Айналасына қарап, қан болған әйелді көріп, сеньора Вайс деп жақындайды. Алайда ол қимылдамайды. Сонда төбеден пышақ ұстаған күйеуі Анхель көрінеді. Оны байқап, қорққан бала сыртқа қарай қашып, еркекте тоқта деп артынан қуалайды. Көшеге жеткенде баланы көлік қағып, адамдар жинала кетеді. Жаңа үйге қоныстанған Вера мен қызы Глория оянып, тамақтанып отса, жұмысшылар өз істерін істеп жатады. Банкте істейтін, іс-сапарда жүрген Давид дейтін әкелеріне қоңырау соқса, ол жиналыстан жиналыс деген секілді сөздерді айтып, сол жақта қонып қалатын жеткізеді. Содан жаңалықтан 72 сағат бойы қатты күн күркіреп, дауыл болады. Бұған ұқсас жағдай 89 жылы орын алған болатын деп таратып жатады. Вера ауруханада жұмыс істейді. Бір пациентті ота залына әкеліп, дәрігермен қолдарын жуып дайындалады. Кейін қызын мектептен алып кетеді. Содан үйде суретті қойып жатып, тықырлаған дыбыс естіп, есікке қарайды. Жаймен кеп есікті ашса, жолдасы құлаққап киіп, кітаптарын реттеп отыр екен. Оған білдірмей жақындап, құшақтап қорқытады. Сөйтсе ол жұмысынан оралыпты. Сөйтіп бір қоймадан шаң басқан камерамен теледидарды көріп, таңғалып, қораптан кассеталарды табады. Оны сүртіп, сол теледидарға қосып, үшеуі көреді. Сөйтсе әлгі Никоның өлең айтып жатқан бірнеше видеосын тамашалайды. Яғни Вералар солардың үйіне көшіп келгенін түсінеміз. Мына видео дәл осы күні таспаланған. Бірақ 89 жылы деп кассета қабының сыртындағы жазылғанды көріп айтады. Видео бітіп, кассетаны шығарып, орнына салғанда камера істеп тұрады. Сонда жарық өшетіндей ойнайды. Сол кезде теледидар қосылып, Германияны екіге бөліп тұрған қабырға құлады деген жаңалықты көрсетеді. Оның ішінде кассета жоқ қой деп түсінбей отырады. Бұлттар үймелеп, найзағай жарқылдап, күн күркіреп кетеді. Содан кешкі асқа көрші боп тұратын достары Айтор мен анасы Клараны шақырып, сөйлесіп отырып, тапқан және көрген нәрселерін. Баланы айтқанда Айтордың түрі өзгеріп, ол Нико атты менің жан досым болатын деп таң қалдырады. Көршіміз әйелін өлтіргенін көрген, оны көлік басып кетті. Ол кезде де осындай ауа райы болатын дейді. Келесі күні мектеп сағатына найзағай түсіп, жарық сөніп, бір апта мектепке бармадық деп айтып береді. Аспанның гүрілдегеннен қорыққан Глорияны шошыма деп оны ұйықтатып келсе, күйеуі әлгі өлтірген көршіні интернеттен оқып отырып, ол 3 ай түрмеде боп, кейін өзіне қол салыпты және оның қасапханасында, яғни мал соятын жерінде әйелін көміп тастау үшін шұңқыр қазған дегенді оқып, қамауға алынғаннан кейін істей алмаған нәрсесін кім мойындайды деп түсінбейді. Тақырыпты ауыстырайық деп Вера Давидтің жуылған шалбарын беретін кезде, қалтасынан сіріңкені тауып, сен қайта темекі шеге бастадың ба дейді. Давид қонақ үйде сатып алғанын енді шекпеймін дегенде сіріңкені терезеден лақтырып жібереді. Содан найзағай жарқ-жұрқ етіп жатып, теледидар қайта өзі қосылып, сол Германия жайлы ескі видео ойнап сөйлеп жатады. Ұйықтап жатқан Вера оянып, бөлмеге кеп жарықты қосады. Сөйлеп тұрған теледидарға қарап, оны өшірмек болғанда, Нико да камерасын қосады. Сонда күн күркіреп кетіп, бала теледидардан көрінеді. Түсінбеген Вера не боп жатыр деп камераны өшірмек боп шұқылағанда, бала жақтан Вераның денесі көрінеді. Нико түсінбей, камера дұрыс істемей жатыр деп ойлап, ол да шұқылайды. Кейін қараса, Вераның еңкейіп тұрғанын байқап, жақындап сәлем дегенде Вера дір ете қалады. Мен естіліп тұрмын ба десе, Вера шошып өшіріп тастайды. Кейін қайта кеп қосса, Нико сәлем деп тіл қатып, мен көрініп тұрмын ба десе, иә дейді Вера. Содан Вера, сенің көршің Айтор мені күйеуіммен таныстырды, ал Айтормен Вальпиньеда бекетінде таныстым дегенде, Нико терезеден Айторды байқайды. Сонда бала, менің атымды қайдан білесіз деп таңғалады. Сол кезде көршісі әйелін ұрып жатқанын естіп, терезе жаққа қарайды. Вера ол жерге барма деп көндірмек болады. Түсінба деп ойлаған балаға, мен сенің үйінде тұрып жатырмын, бірақ 25 жылдан соң деп телефонда оның өлді деген суретін көрсетіп, далаға шықпа дейді. Сенбеген бала бұл фокус деп ойлайды. Екі жақта да найзағай жарқылдап тұрады. Ертең мектепке найзағай түсіп, жарық сөніп, сабақтарды тоқтатады. Егер далаға шықпасаң не болғанын көресің. Ал далаға шықсаң ертеңгі күн болмайды деп оны сыртқа шықпауға көндірмек боп жалынып отырады. Қорыққан бала жаймен тұрып сенбей бәрібір далаға бет алады. Сонда баланы қағатын көлік уақытынан кеш шығып, оны баспай өтіп кетеді. Сөйтіп Вера ауруханада оянып, оны ота
ота залында күтіп жатыр деп жібереді. Киініп келсе, кеше ота жасаған адамы жатады. Не болып жатқанын түсінбеген Вера оған кеше доктор Фел ота жасады ғой десе, бұл кісі өзінің пациенті екенін айтып таңғалдырады. Түсінбеген қыз залдан шығып кетеді. Ал мына жақта Айтордың нағашы ағасы Нико мен Айтор екеуін мектепке әкеледі. Сонда Нико сағатқа қарап найзағайдан жарығы өшіп, сабақ болмайтынын біледі. Бала әйелдің айтқаны рас екен ғой дегенде таңғалып кетеді. Вера болса мектепке қызын әкеп, сыныпқа қарап Глорияны таппай, бір қыздан Глорияны көрмедің бе деп сұраса, оны танымай қандай Глория деп түсінбейді. Содан сынып жетекшісінен сұрамақ боп тоқтатқанда, ол Глорияны да Вераның өзін де танымайтын боп шығады. Сөйтіп Давидтің жұмысына кеп, мені мектепте ешкім танымай жатыр деп, не болып жатқанын түсінбей жылап, Глория қайда деп ашуланады. Сонда Давид оның күйеуі еместігін, сіз кімсіз және Глория кім деген сұрағынан түсінеміз. Сонымен полицияға кеп, мені танымай жатыр деп болған жағдайды айтып көмек сұрайды. Кейін бала туралы да айта бастап, оны опат болудан аман алып қалғым келді. Кейін біртүрлі жағдай болып, ары қарай есімде емес деп айтып отырады. Сонда тергеуші жігіт ақпараттарды тексере келе, Вераның ол үйде тұрмайтынын, Давид оның күйеуі еместігін және Глория деген қызың мүлдем жоқ екені туралы айтқанда, Вераның түрі жаман болып кетеді. Бұл айтқандардың бәрі сіздің қиялыңыздың туындысы дейді. Сөйтіп Вераны тексерістен өткізіп, миыңыз жайында деп бір папканы көрсетеді. Онда Давидке жасаған алғашқы отаңыз деп айтқанда, мен жасамадым, сіз нейрохирургсыз деп оның жасағанын меңзейді. Сыртынан тергеуші жігіт бақылап тұрады. Болмаған соң оны доктор Вера деп жазылған өз кабинетіне есіне түсер деп ертіп келеді. Ол кіріп таңғалып ілініп тұрған суреттер мен марапаттарға көз салады. Сен ең мықты нейрохирургсың деп иығынан ұстағанда есіне бір-екі нәрсе түседі. Менің есімдегі нәрсе өтірік емес шығар деп сенбей тұрғанда, оған тағы папкадағы Лорена дейтін кішкентай қызды көрсетіп, оған ешкім жасағысы келмеген отаны жасадың. Сәтсіз аяқталып, ол көз жұмды дейді. Содан кейін қобалжыған Вераға демалыс берген екен. Сен Лоренаны ұмытып, өзіңнің қияли қызың Глория дейсің. Давидті күйеуім деп ойлап, бірінші мен соңғы пациенттеріңнің естелігі екеуі араласып кетті дейді. Сонда күн күркіреп, найзағай ойнайды. Терезеге жақындап, бұлттарға қарап, бұған басқа түсініктеме болу керек деп шығып кетеді. Не болды деген тергеушіге, мен баланы құтқарған секілдімін. Оның тірі не өлі екенін білуім керек. Не үшін деген жігітке, қызымды қайтаруым үшін деп көлігіне отырады. Көшеде келе жатып, Анхелдің көлігімен кеткенін байқап, үйінің қоңырауын басса ешкім шықпайды. Еркек өз қасапханасына кіреді. Анхел сөмкеге кесетін құралды салып, кейін қолғап пен пышақты алады. Бала есіктен сығалап, туфли мен киімді көріп, уайымдап есіктің әйнегін сындырады. Кім бар деп жаймен үйді қарап келіп, жоғары көтеріледі. Ештеңе таппай жуынатын бөлмеге кеп, ваннадағы қанның ізін байқап, қорқып пердені ашса, ішінде өлген Анхелдің әйелі Хилда жатады. Ал күйеуі қасапханадан шығып, көзіне жас толып, көлікпен келе жатады. Нико пердені тез жауып шығып бара жатып, төмен түсетін кезде еркек ішке кіреді. Артқа кетіп, кереует астына тығылады. Анхел сөмкелерін көтеріп жоғары шығады. Нико бір сағатты байқап, оны алады. Содан музыканы қатты қойып, резинке етігін киіп, салафанды жайып, құрылғысын дайындайды. Әйеліне соңғы рет қарап алып, құрылғымен бөлшектеуге кіріседі. Содан Анхел чемодандарын көтеріп бара жатып, Нико тығылып жатқан бөлмеден телефон шырылдайды. Тұтқаны алса Клара екен. Сағатымды таппай жатырмын, оны сенің үйіңде ұмытып кетіппін деп іздеп көруін айтады. Әуежайда жолғамыз деп тұтқаны қойып, еңкейіп кереует астына қарайды. Вера көлігімен үйіне келіп, тез теледидар тұрған бөлмеге кіріп, олардың жоқ екенін көріп, қойманы ашып қарайды. Ол жерде де болмайды. Содан компьютерден Нико туралы ақпаратты қарап жатқанда, бір әйел гольф таяғымен кеп, менің үйімде не істеп жүрсің дегенде, Вера ол менің үйім деп айтып жатып, әйел түсінбей тұрғанда, Урсула деп Давид жақындайды. Давидке көмегін керек десе, сен мені танитындай кейіп жасама деп әйеліне полицияға хабар бер дейді. Ол қоңырау соғып, біреу кірді деп жатады. Ол менің отамды жасаған екен десе, мен Глория туылғанда бәрін тастадым. Ол Давид екеуміздің қызымыз деп Урсуланы таңғалдырады. Давид ол алдап жатыр, мен білмеймін не айтып тұрғанын деп жігіттің түрі бұзылып кетеді. Сонда Урсула кімсің сен деп оған шабуыл жасағанда, найзағай түсіп, жарықтар сөнеді. Екеуі арпалысқандай боп, Вера сытылып қашып кетеді. Сыртқа қашып шықса, полиция да жетеді. Тез сығылып бас сауғалайды. Сөйтіп Анхелдің ауласына кіріп кетіп, шуды есіп, сыртқа шыққан оларды арттарынан байқайды. Қасында Айтордың шешесі Клара болады. Ол кезде Айтор көлігімен жұмысқа бара жатқанда, қашып Айтордың көлігіне тығылған Вера басын шығарып, жігітті шошытады. Кімсің деп атып шығады. Сенің әкең әскери ұшқыш, ол сенің есіңде емес. Ол сынақ кезінде қайтыс болды деп тыныштандырғандай болады. Сөйтіп әуежайда Вера
Вера сен менің жігітім болғансың деп айтып беріп отырады. Пойызда қарама-қарсы отырдың деп оқиғаны баяндап, кейін Давидтермен таныстырдың. Бәріміз киноға барып, Давид менің адамым екенін түсіндім дейді. Айтор болса керемет ойластырылған оқиға деп сенбей, танысқаныма қуаныштымын деп қолын созады. Вера қолын ұстағанда бір көріністер есіне түсіп, оның пойызда болғанын, бірақ қарама-қарсы отырмағанын көріп, сен отырмадың деп Никоны сұрайды. Ол Анхельдің әйелін өлтіргенін көрген. Мен Никоны құтқарып қалған секілдімін. Содан кейін бәрі өзгерді дегенде түсінбей тұрған Айтор, Анхель менің анама үйленгеніне 20 жылдан асты. Ол ешкімге зиян келтірмеген. Ал Хильда басқа біреуге кетіп қалған деп ашуланып кері бұрылады. Сол кезде теледидарда Мираж атты кітаптың авторы профессормен сұхбат беріліп жатады. 20 жыл алдыңғы күн күркіреу дауылдары мен бүгінгі оқиғалармен байланысы бары баяндалады дегенде естіген Вера теледидар алдына жақындайды. Бұл кітапты жазуыма шизофрениямен ауыратын баланың галлюцинациялық оқиғалары шабыттандырды дегенде Вераның түрі бұзылып кетеді. Болашақтан байланысқан әйел туралы ойда баланың анасы айтты деп жатқанда тергеуші Вераны іздеп келеді. Сонымен екеуі профессорға кеп бала жайлы сұрастырады. Сонда ол бала оны құтқарып қалған әйел туралы анасына айтқан дейді. Дауылды күн күркіреу кеңістікте уақытша тесікті қалыптастырды, яғни портал секілді екенін түсінеміз. Вера егер осындай метеорологиялық жағдайда қайта байланыс орнатуға бола ма десе, онда дәл сол орында сондай теледидар мен камерамен барлығы алдын қандай болды, сондай болу керек дейді. Сөйтіп қызын қайтару үшін жігіттен көмек сұрайды. Басында Давид Анхель қасапханада шұңқыр қазғаны жайлы айтқаны есіне түсіп, сол жерді тексеруге барады. Жан-жақты тексеріп, қарап жүріп, бір жерді қазып, чемоданды тауып ашса, ішінде адам сүйегі болады. Сарапшылар зерттеп болғанша Анхель мен Вераны күдікті санайды. Сөйтіп тергеуші бала көліктерді тоқтатып, әріптестерімен келісіп, рацияға Вера қашып кетті, егер тапсаңдар айтыңдар деп хабарлайды. Яғни Вераға бір мекенжайды жазып, басқа көмек бере алмаймын деп бос жібереді. Анхель туған күнін атап жатқанда полиция келіп күдікті деп оларды әкетеді. Ал Вера тергеуші берген мекенжайды тауып келеді. Есікті қақса, өз әріптесі Моника шығады. Сонда маған бұл жерді жазып берді. Никоны танисың ба десе, оны танымайтынын және нөмірде жалғыз еместігін жеткізеді. Никомен бірге ма деп ойлап ішке басып кіріп іздейді. Бөлмеге кеп сіріңкені байқап, Давид екенін түсініп, оны көреді. Сонда ол отадан кейін Мониканы жақсы көріп қалдым деп Урсуланың көзіне шөп салып жүргенін түсінеді. Сен мені Никоға әкелесің. Банкте істейтін білетін Вера ол жердегі клиенттердің мәліметін алуға болатынын айтады. Ал мына жақта Анхельдерге тергеуші әйел мен жігіт кеп, оған әйелін өлтіргенін көрші бала көргенін айтып, полицияда сіздің сөзіңіз оныкінен басымырақ шықты, яғни өлтірмегенін дәлелдеген. Әйелі Хильда оқиға болатын күні Сан-Нарсистегі дос қызына бармақ болған екен. Ал Анхель полицияға оны Берлинге кетті деп айтқан көрінеді. Жұмысына жүргенде әйелі үй жағындағы автоматтан қоңырау соғып, Сан-Нарсиске жолды дауылдан жауып тастады. Осында түнеп шығамын деп алдайды. Себебі ол Клараға ғашық екенін білетінге ұқсайды. Анхель болса бірден Клараға хабарласып, ол бүгін болмайды деп жеткізеді. Сөйтіп Кларамен көңіл көтеріп жатып, сағаты түсіп қалады. Әйелі көзінен жасы ағып үйіне келеді. Пышақты алып жоғары көтеріле бастайды. Бөлмесіне кеп екеуінің көріп ашуланып тап береді. Арпалысып Анхельді итеріп жіберіп, Кларамен айқаса кетеді. Пышақты Клара алады. Күйеуі кеп екеуін ажыратып, Хильданы итеріп жібергенде байқаусызда оған Клараның қолындағы пышақ кіріп кетіп, төменге құлдилайды. Дірілдеген Клараның қолынан пышақты алады. Әйеліңізді сіз өлтірдіңіз ба деп алдына чемоданның суреттерін жайып, Нико тапқан сағаттың фотосын көрсетіп сұрайды. Сонда Анхель кереует астына қарағанда бала болмай шығады. Ол орындық артына тығылыпты. Содан сөмкелерді көлікке салып, гараждан шыққанда ит бірдеңе айтқысы келетіндей тоқтамай үреді. Не болды деп жақындағанда, ит Анхельді Нико сындырып кірген еске алып келеді. Ал Нико полицияда сағатты көрсетіп, міне дәлел деп отырады. Сонда тергеуші әйел Анхель үйіне біреу кіріп сағатты ұрлап кетті деп арыз тастаған екен. Әйелін өлтірді дегенге оның әйелі Германияға басқа біреуге кеткені жайлы айтқанын естиміз. Никоның анасы баласын қорғап жатқанда тергеуші оның керемет айтқан сөздеріне, болашақтан көрген әйелге сенбейтінін, яғни сағатты ұрлады деп ойлап, Анхельдің үйіне әкеледі. Анхель бұл менің сағатым деп алып, егер қайталамасаң, бұл жағдайды жабамыз дейді. Нико болашақтағы әйелді қатты беріліп ойлағаннан психикасында бұзылыс пайда болды. Анасымен көшіп кетіп, ол жазылады деп ойлап, ем қабылдады деп тергеуші жігіт Анхельдерге айтып
айтып отырады. Ал Давид пен Вера екеуі компьютерді шұқылап отырып, Нико олардың банкілеріне келгені және поштаны 5 жыл бойы бір жерге жіберген деп мекенжайды біліп беріп, сонда әкеп тастайды. Вальпинеда бекетіне Нико жылдар бойы Вераны күтіп отырып, тергеуші жігіт болып шығады. Бір күні ақыры Вераны көреді. Пойызда сөмкесін түсіріп алған Вера жәрдем беріп, солай танысып кетеді. Анхельге мен Никомын деп өзін таныстырады. Ал Вера Давид тастап кеткен мекенжайда жоғары көтеріліп бір бөлмеге кірсе, оны Никоның анасы сені күттім деп қарсы алып суреттерді көрсетеді. Ол жерде Нико екеуінің фотоларын көріп түсінбей тұрады. Содан Никоның өзі де келеді. Полиция бөлімшесіне келгеннен бері мені танымадың, басқа өмір жайлы айттың. Мен оны өзгерттім, бірақ сендегі біз жайлы естеліктер жоғалып кетті. Яғни Нико өліп кеткенде Вераның тағдырында Давид жазылып, онымен тұрмыс құрып, қызды болады. Никоны құтқарғаннан кейін Вераның тағдыры өзгеріп, оқиға басқаша өрбейді. Бірақ Вераға қайтадан өз өмірі есіне түсе бастап, яғни қызының барын түсініп, Никоны мүлдем ұмытып кетеді. Нико Вераны жақсы көретін, ол барынша өзіне қайтаруды ойлап, соңғы нүктені өзіне қарай алып келгенін айтады. Бірақ Вера бәрібір қызын айтып, 89 жылға оралып, мені ұмытуың керексің, мені іздеме. Анхельді де ұмыт, себебі оны полиция ұстаса, Клара зардап шегіп, Айторға зияны тиеді. Маған жазылғандай, мен Айтормен кездесуім керек. Тек солай ғана мен Давидті кездестіріп, өз қызымды қайтарамын деп, оның тағдыры қалай жазылған, солай дамығанын қалап, қалайда қызына оралуды ойлап жылайды. Жақсы көретін Нико менімен қалды бетін ұстағанда, екеуінің бақытты сәттері мен тұрмыс құрған кездері есіне түседі. Нико Верадан айырылуды қаламай 89 жылға оралғысы келмейді. Болмаған соң өзі үйдің шетіне тұрып, мен сені құтқарған едім, енді сен мені құтқар деп төменге өзін тастайды. Өлгенін көрген бала тез жүгіріп камераларды алып, Давидтердің үйінің есігін сындырып кіріп, қызды күткен бала, яғни өзіне байланысқа шығып, сен ол мен ол сен деп, мен саған маңызды нәрсе айтамын деп отырады. Сөйтіп Вера оянып, қорқып, жаймен жанына қараса, Давид жатқанын көрген ол, қалыпты өмірге келдім ба деп тез қызының бөлмесіне келсе, Глория ұйықтап жатады. Кейін қоймадан камераларды іздегенде олар жоқ болып шығады. Сонда Давид кеп қалып, оны құшақтап, біз тапқан ескі камера мен теледидар қайда деп сұраса, ешқандай теледидар болмаған. Сенімен бәрі дұрыс па дегенде Вера тез сыртқа шығады. Терезеден сіріңкені лақтырғаны есінде қалып, жерді тінтіп жүріп, оны табады. Қайдан алдың деген Вераға, оны қонақ үйден деп айтады. Сонда оның көзіне шынымен шөп салып жүргенін түсінеді. Кейін Анхель мен Клараны көшеден көріп, Анхель бостандықта деп бәрі қайта оралғанына көзі жетеді. Содан білдірмей қасапханаға кіріп, жерді қазып Хильданың сүйегін табады. Полиция шақыртып, тергеуші Вераға жақындап, қалай таптыңыз деген секілді сұрақтарды қойғанда, күлімдеген Вера, сенің келетініңді білген едім деп, Нико деп атын атайды. Біз таныспыз ба деген балаға, иә, тек сенің есіңде емес деп жауап қатады. Нико бала кездегі өзіне Вераның айтқандарын жеткізгенін, Никоның есіне ештеңе қалмай ұмытқанын көреміз. Күйеуі көзіне шөп салғаннан кейін, Нико оны жақсы көргені есінде болған соң, Хильданы қазып шығарып, онымен кездесуді көздегенін түсінеміз. Портал арқылы екеуі бір-бірінің өмірлерін өзгертіп, қылмыстың бетін ашып, бәрі аман қалып, екеуі кездесіп, фильм аяқталады. Кино режиссері адам өміріне дұрыс бағытты көрсетіп, тағдырын өзгертуіне болады дегенді көрсеткісі келгендей. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.